Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ашытқы қамырдан және хош иісті салмадан жасалған шығыс тағамы момосяйдың әзірлену жолымен бөлісемін. Бұл Тибет, үнді, дінген, Қытай және ұйғыр тағамына жатады. Момо буға пісірілген тоқаштар, ал сяй дәл гөру лағманның салмасы. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, түскі және кешкі асқа дәл осы өте дәмді тағамды менімен бірге әзірлеңіз. Шұңғыл ыдысқа 250 мл жылы су, 1 шай қасық тұз, 20 грамм немесе 3 шай қасық қант, 1 ас қасық аштықыны салып араластырамыз. 1 дана жұмыртқа, 450 грамм ұнды біртіндеп қосып араластыра бастаймыз. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Қамырды қолмен кішкене илеп, үстіне 25 мл күнбағыс майын құямыз. Май сіңгенше илеп, жылы жерге 1-1,5 сағатқа жібереміз. Енді салмасын дайындаймыз. 600 грамм сиыр етін ұзын таяқша тәріздес кесіп аламыз. Шұңғыл ыдысқа етті салып, үстінен 1 дана жұмыртқа, 3 ас қасық соя соусын, ысталған паприка мен етке арналған дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Көкөністерді дайындағанша етті қойып қоямыз. 2 дана болгар бұрышын видеода да турап аламыз. 1 дана қабығынан аршылған қызанақты текшелерге бөлеміз. Бес 6 таяқша балдыр көкті майдалап тураймыз. Жарты дунган бұрышын ұсақтап тураймыз. Екі дана сарымсақ және 2 дана пиязды турап аламыз. Табаға күнбағыс майын құйып, етті қуыруымыз қажет. Қуырылған еттің үстінен пиязды саламыз. Сарымсақ пен дунган бұрышын қосамыз. Үстінен дәміне қарай қара бұрыш. Пияз қуырылып жұмсарғаннан кейін үстінен қызанақ пен балдыр көкті қосып қуырамыз. Үстінен болгар бұрышы, дәміне қарай тұзды қосып жақсылап қуырып аламыз.
Үстінен шамамен 50-60 мл су құйып, төменгі немесе сәл орта отта 30-40 минуттай бұқтырып пісіріп аламыз. Қамырымыз 2 есе көтерілген. Бірде 3 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін шамамен 13-14 бөлікке бөлуіміз қажет. Қамырды қолмен жайып, ортасын күнбағыс майымен және буға пісіретін табаның астында күнбағыс майымен жағып, үстінен қамырды қоя бастаймыз. Осылайша барлық тоқаштардың ортасын майлап, 2-ге бөліп табаға қойып шығамыз. Қамырымыз кішкене көтерілгенше 10 минутқа қойып қоямыз. Қайнап тұрған суға табамызды қойып, 25 минут пісіріп алуымыз қажет. Міне біздің үлпілдек тоқаштарымыз бен хош иісті өте дәмді салмамыз дайын болды. Отбасыңызға және балаларыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Түскі немесе кешкі асқа міндетті түрде әзірлеп көруге кеңес беремін. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Аман сау болыңыздар.